Кең жайлау жалғыз бесік жас балаға Алла сұраған пендесі аш бола ма? Ер жеткен соң сыймассың кең дүниеге, тыныштықпен зар боларсың баспанаға. Кең жайлау, мұндай сөз жоқ қой. Ein unendlicher Raum noch die Wiege, Шиллерде, Лермонтовта да жоқ бұл сөз. Кең жайлау, қандай керемет теңеу, жалғыз бесік жас балаға. Алла сұраған пендесі аш бола ма? Мұндай сөз мүлдем жоқ. Ер жеткен соң сыймассың кең дүниеге. Қайтып сыясың бұл дүниеге? Себебі сен бұл дүние, сенің тумысың, сенің жаратылысың өзге дүниеден ғой. Сен бұл дүниеге келген қонақсың ғой. Баяғыда жас бала едің сен. Ойың бұзылмаған көңіл, періштеден таз едің сен. Қиянат қылмаған көңіл, ата-анаңа махаббатың, бояусыз нұр кәрәмәтің, жоғары ғарыштан сенің затың. Анық шын болмаған көңіл. Сен өзге дүниеден келген пришелец, келін, осы дүниеге келген адам болғасын, сен бұл дүниеге қайтып сыясың сен. Сыймайсың аласы ұрып іздейсің анау, өзіңнің жоғарғы затыңды, рухтың аңсарын, рухтың мәңгі махаббатын Алла деген. Соны іздейсің де тұрасың. Оның орнына саған басқадай нәрсеге жұбатады, уатады, кішкентай баланы жұбатқандай. Ол бәрібір уанбайды ғой, өзінің шешесі келіп, шешесінің омырауына жабысқанша, алақанын алып аялағанша ештеңеге уанбайды да, жұбанбайды да. Адамның рухы да сондай. Тек бір Құдайдың нұрына, жаңағы бояусыз нұр кәрәмәтің деп отырғаны сол. Жоғары ғарыштан затың. Жаның қонақ денеге құрметтеп қайтып бағасың. Ұзақбай атаң айтып. Құрметтеп қайтып бағасың. Тілін алсаң нәжастың, қаспәлеге қаласың. Жаның қонақ денеге. Манау жаңағы бесік болатын болса, сенің атанаң, туысың, айналаң, ол да бір бесік бөлеп қойған сені. Туыстарыңның, аға бауырларыңның несіне бөлеп, махаббатына, мейіріміне. Одан кейін сенің көшең, айналаң, ауылың, одан кейін қоғамың, ол да сенің бесігің. Одан кейін сенің отаның, елің, одан кейін мынау жұмыр жердің өзі. Бұл да бір бесік қой. Дастархан ғой жайып қойған. Ішсін, жесін деп қандай жұмсақ қылып. Мына атмосфера деген көрпеге орақ қойған. Егер ол атмосфера болмаса, күннің мына жердің мына жаңағы күн түсіп тұрған беті плюс 120 градус болып тұрар еді, ол келіп былай айналып суық жағына барған кезде күн мына жақтан түсіп тұрды. Минус 170 бірақ сөреде түнде. Күндіз плюс 20, түнде минус 170 болып тұрса, ол жерде тіршілік болатын бет, не болатын бет. Осының барлығын саған жайып қойған жаның, қонақ денеңе құрметтеп қайтып бағасың енді сен ол. Мына жанды, тәнді емес, біз 24 сағат тәннің қажетін бағамыз. Жаныңды қайтып бағасын. Тілін алсаң нәжастың, қаспәлеге қаласың. Ол бәлеге, ана қонақты сыйла, күтіп ал десе, жоқ, керек жоқ деп тұрған ана сасық нәпсі. Көрдің ба? Нәпсі деген аламан, тамырды қуып тараған, оған жолдас шайтан бар. Мекен етіп жай алған ет пен тері арадан, Ұзақбай атаңның сөзі.